Қарызға кіру оңай әрі жеңіл, ал шығу бұл сіздің тағдырыңызға, отбасыңызға кері әсерін тигізеді. Үлкен қарыздан шығу үшін ең алдымен дәл бүгіннен бастап қарыз алуды тоқтатыңыз. Кредитная карталарыңыздың барлығын жауып, кесіп тастаңыз. Екіншіден, басқа валютадан несие алсаңыз, теңгеге ауыстырыңыз. Үшіншісі, барлық кіріс шығындарыңызды жазып, негізсіз шығындарды тоқтату арқылы сізде кірістеріңіз көбірек қалады ғой, сол сумманы несиеге жабыңыз. Төртінші, ай сайынғы төлейтін суммадан, мысалы 50 мың несие төлеп отырсаңыз, 60 мың, 57 мың, яғни артығымен төлеуге тырысыңыз. Бесінші, мобильді қосымшаларды пайдаланыңыз. Яғни сізге кіріс түсті, айлығыңыз түсті, бірден сіздің ай сайынғы төлеміңізге ұстап қалатындай қылып жасаңыз. Алтыншы, әрине табыс көздерін арттырыңыз. Себебі ертерек қарыздан құтылуға көмектеседі. Жетінші, әрине сізде қазір үлкен суммада, үлкен пайызда несие төлеп жатсаңыз, онда қайта қаржыландырып, басқа азырақ пайыз бар несиеге ауыстырыңыздағы үлкен пайыздық несиеңізді жауып тастаңыз. Сегізінші, әрине мотивация. Айтады ғой, менде мотивация жетпейді, энергиям жетпейді деп, бірақ естеріңізде болсын. Бірінші әрекет етесіздер, қарыздарыңыздың жабылып жатқанын көздеріңізбен көргеннен кейін мотивация өзімен өзі келеді. Сондықтан барлығымызға сәттілік.